Тоқырау жылдары туралы не білесің? Сол кездегі ауыл шаруашылығының жетістіктері жайында білесің бе? Кемелденген социализм дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Тоқырау жылдары туралы не білесің? Тоқырау уақытының белгілері. 20 жыл жіберіп алған мүмкіндіктер, Брежнев үстемдік құрған дәуір, мемлекеттік партиялық аппараттың алтын ғасыры. Сол кездердегі кеңестік энциклопедияларда бұл кезең кемелденген социализм деп жазылды. Сол кездегі ауыл шаруашылығының жетістіктері жайында білесің бе? 70-80 жылдардағы ауыл шаруашылығының дамуындағы жетістіктер. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алу бағасы 2 есе артты. Жоспардан тыс өнім өндіргені үшін үстеме ақы төленді. Ауыл шаруашылығына бөлінетін қаржы көбейді. Ауыл шаруашылығына қажетті техника молайды. 1960 жылдардың соңынан бастап ауыл шаруашылығын интенсивтендіру шаралары жүргізілді. Республиканың 50-ден астам кәсіпорны ауыл шаруашылығы техникасы мен қосалқы бөлшектер шығара бастады. Қазақстан 1970 жылы одақта бидайдың 23,9, күріштің 24,6% өндірді. Астық өндіруден 2-ші, ет пен жұмыртқа өндіруден 3-ші, сүт өндіруден 4-ші, қарагөл дайындаудан 2-ші орында болды. Ауыл шаруашылығының дамуындағы кемшіліктер. 1971-1975 жылдары ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 13%-ға құлдырады. Дамыған елдерге қарағанда республикада ауыл шаруашылығында еңбек ететін адамдар саны өсті. Жыртылған жер көлемінің артуына байланысты мал жайылымы тарылды. 1965-1985 жылдары 4,2 миллион ірі қара шығынға ұшырады. Жол қатынасы нашар болды. Өңдеу кәсіпорындары аз болды. Жоспарды қол жеткен табыстарға қарай құрды. Ауыл шаруашылығы экстенсивті дамыды. Кемелденген социализм дегеніміз не? Билеуші партияның басшылығы Қазан төңкерісінің 50 жылдығына орай жасаған баяндамасында кеңес халқы жүріп өткен тарихи жолдың басты қорытындысы кемелденген социализмнің орнатылуына әкелет деген тұжырым жасаған болатын. Бірақ бұл тұжырымдама 30-40 жылдары мерей үстем болған өтпелі кезеңнің бүкіл мәселесі шешіліп бітті. Социалистік мұраттар негізінен толығымен жүзеге асты және осының бәрі дәлелденген деп санайтын әлеуметтік экономикалық даму пайымына арқа сүйеді. Қорыта айтқанда, демократияны шектеу, еңбек адамын меншік пен билікке жақындатпау, адамның құқын аяқ асты ету кеңес қоғамының саяси жүйесіне тән белгілер болды. 1970-1980 жылдары жетекші органдар тарапынан кеңестер жұмысын жақсарту жөнінде ондаған құжаттар қабылданғанымен, оң өзгерістер болған жоқ және болуы да мүмкін емес еді. Себебі мемлекеттендіру үдерісі кәсіподақтарды, комсомолды және қоғамдық ұйымдарды қамтыды. Қоғамдық ұйымдардың партиялық мемлекеттік аппаратпен тұтасуы олардың дербес негіздерін жоққа шығаруға әкеп тіреді.